Армысыздар қазақ елі. Сіз білмеген қызықты ақпараттар, яғни Қазақстандағы қызыл кітапқа енген жануарлар туралы білгіңіз келсе, видеомды соңына дейін көріп, қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызыл қасқыр Қазақстан территориясынан жойылып кетуі әбден ықтимал. Себебі аты аңызға айналған бұл жыртқышты 40 жылдан бері ол мекендеген жерлерден, яғни Тянь-Шань мен Алтай таулары кездескені жайында анық деректер жоқ. Қызыл қасқырды Қазақстандағы хайуанаттар бағында қолдан өсіруді қолға алып, оны бұрынғы мекендеген жерлерге қайта жіберудің жолдарын қарастыру керек. Тянь-Шань қоңыр аюы Тянь-Шань тауы мен Жоңғар алатауында мекендейді. Ол жерлерде тиісінше 200 және 300-дей аю тіршілік етеді. Бұл аңға тиетін негізгі қауіп адамның тікелей аулауы және таулы аудандарды игеру барысында оны мекендейтін жерлерінен ығыстыру. Орта Азия тас сусары Тянь-Шань, Жоңғар алатауы мен Алтайда тараған. Қасақылық әсерінен саны біртіндеп кемуде. Орман сусары Қазақстанда тек Жайық өзенінің жайылмаларындағы ормандарда мекендейді. Соңғы жылдары солтүстік Қазақстанның ормандарында бірнеше рет кездескені белгілі. Бұл жерлерге ол Ресейдің шекаралас аудандарынан өтіп келген. Санын шектеудің негізгі факторлары қасақылық және азық қорының азаюы. Европа қаракүзені ертеде Жайық өзенінің алқабы мен Еділдің атырауында мекендеген. Бәсекесі Америка су күзенін жерсіндіргеннен кейін қаракүзен бұл жерлерде кездеспейтін болды. Қазақстанда оның толық жойылып кетуі де мүмкін. Шұбаркүзен Қазақстанның шөл және шөлейтті аудандарында кең тараған, бірақ барлық жерлерде саны өте аз. Кейбір құрғақшылық жылдары саны күрт өзгеріске ұшырап, мүлдем азайып кеткен. Ит-аю өте сирек кездесетін аң. Қазақстанда оңтүстік үстірттің шағын ғана территориясында таралған. Ол жерде 15-20-дай ғана ит-аю мекендеуі мүмкін. Ол жыртқыш кездесетін территорияларды үстірт қорғанына қосып, кен іздеушілер қатарындағы жұмысшылар мен шопандар арасында ит-аюды қорғау жайында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек. Орта Азия өзен құндызы адамның тікелей араласуымен саны кеміп, таралу аймағы тарылған. Тек Іле алатауының шығысындағы кейбір жерлерде Жоңғар алатауы мен Іле өзенінің алқабында ғана сақталып қалған. Қабылан бұрын Қазақстанда үстірт пен Қызылқұмда мекендеген. Бүгінде бұл жерлерде жойылып кетуі де мүмкін. Өйткені 70-ші жылдардың ортасынан бастап республика шеңберінде бұл жыртқыштың кездескені жайында анық деректер жоқ. Негізгі себеп қабыланды және оның ең басты қорегі қарақұйрықтарды тікелей аулап сандарын азайту. Шағыл мысығы аздаған мысықтар тек үстірт пен Қызылқұмда ғана мекендейді. Санының кемуінің негізгі себебі қалың қарлы, қатал қысты жылдары азық қорының азаюы. Оған қоса адамның тікелей қызметтері әсер етеді. Сабаншы Каспийден Алтайға дейінгі шөлді аласа тауларда кең тараған, бірақ сирек кездесетін түр. Себептері қар көп түскен жылдары азық қорының азаюы, қасақылық, қойшылардың иттерінің талап өлтіруі, адамның шаруашылық қызметіне байланысты олардың таралу аймағының тарылуы. Қаратал үстіртте тараған, ертеде Қызылқұмда да мекендеген. Санының аздылығы сонша жойылып кету жағдайында. Себептері басқа да мысықтарға әсер ететін факторлар. Түркістан сілеусіні сілеусіннің сирек кездесетін түрі. Қазақстанның тек оңтүстік және оңтүстік шығысында таулы ормандарда мекендейді.
саны онша көп емес. Оның төмендеуінің негізгі себептері қасақылық және азық қорының аз болуы. Барыс Қазақстандағы ең үлкен жабайы мысық. Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Алтайдың биік тауларында мекендейді. Саны 200-ден аспайды және жылдан жылға кемуде. Негізгі себептері қасақылық және таутекелер мен басқа да жабайы тұяқтылардың санының кемуіне байланысты. Азық қорының азаюы. Түркмен құланы. Құланның бұл түрі үстіртте мекендеген. Ал 20 ғасырдың 30 жылдары ол жерден жойылып кетті. Қазақстанның басқа шөлді аудандарында басқа түрі Қазақстан құланы мекендеген. Бірақ ол 30 жылдары бір жола жойылды. 1953 жылы Түркменстаннан Арал теңізіндегі Барсакелмес аралына әкелінген құландар көбейіп, 1982 жылдан бастап Іле аңғарына, Бетпақ дала мен Шығыс Каспий өңіріне жіберілді. Қарақұйрық ертеде шөлді аймақта көптеп кездескен, бірақ қасақылыққа байланысты, яғни 30 жылдар мен 70 жылдар аралығында 200 мыңнан 10 мыңға дейін кеміді және көп жерлерде ол кездеспейтін болды. Қызыл кітапқа тіркелген соң, оның саны тұрақталып, жан-жақты қорғалатын жерлерде өсе бастады. Қазір Қазақстанда 30-50 мыңдай қарақұйрық бар. Құрметті оқырмандар, Қызыл кітапқа енген аңдар туралы тағы да білгіңіз келсе, комментарийге жаза кетіңіз. Егер сіз видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Достарыңызға тарата отырыңыз.